Кешір, бірақ мен саған үйрене алмаймын. Ата-анам осындай кедей келінді мүлдем қаламайды, деді қалыңдық іздеуші жігіт. Мен жымиып үнсіз шығып кеттім. Алайда бір күн өтпей жатып, телефоным олардың үздіксіз қоңыраулары мен кешірім сұраған хаттарынан тынбайтын болды. Айғаным баспалдақпен 4-ші қабатқа көтеріліп, әжесі Күнімжанның тынбасы құйылған шыны ыдысты төгіп алмай жетуге тырысты. Спорттық сөмкесінде массаж майы, сүлгі және Сапар қарияның денсаулығындағы өзгерістерді жазып отыратын блокноты болды. 3 күн бұрын емдік процедуралар курсын бастап, алғашқы нәтижелерді де көре бастаған еді. Айғанымжан, деп Бәтима апай қыз есік қоңырауын баспай тұрып-ақ есікті ашты. Кір айналайын, кір. Сапар сені күтіп отыр. Таңертеңнен бері қашан келесің деп сұраумен болды. Қонақ бөлмедегі диванда Антонның әкесі отырды. Күннің осы уақытында ол әдетте аяғын сылтып басып, ауруына шыдай алмай бетін тұшындатып, аяғын үнемі уқалайтын. Қазір болса, Сапар ақсақалдың жағдайы біршама жақсарған. Арқасы тік, жүзіндегі қабағы жазылған. Айғаным, қарағым-ай. Ер адам оған қарай орнынан тұрды. Қыз оның қозғалысы бұрынғыға қарағанда әлде қайда жеңіл екенін байқады. Сенбейсің бе, кеше жарты жылдан бері алғаш рет түн бойы аурусыз оянбай ұйықтадым. Бүгін таңертең тұрғанымда аяғымдағы ауырлық мүлдем жоқ. Сиқыр демеске амал жоқ. Сен мен әжең екеуің нағыз керемет жасайсыңдар. Бұл керемет. Алайда бұл әлі бастамасы ғана, Сапар аға. Деді Айғаным сөмкесін жерге қойып, науқасқа тұнба қойылған ыдысты ұсынып. Әзірге біз өткір ауруды басып, бұлшықеттерді босаттық. Толықтай қалпына келу үшін 2-3 айлық ұзақ курс қажет. Әйтпесе, әсері жойылып кетуі мүмкін. Жарты жыл болсын, деп ер адам қолын сілтеді. Тек ауруым қайтып келмесе болғаны. Жұмыстағылар маған сырт көзбен қарап, мүгедек адамды ұстай алмайтындарын айтып жатыр. Пайдасыз адамға айналып барамын. Бәтима апай наразылықпен тырсылдады. 30 жыл бойы олардың құрылысында еңбектеніп, ақыры мүгедек болды. Айғаным мен әжесі көмектесіп жатыр. Әйтпесе, әлгі дәрігерлер тек дәрі жазып беруден басқасын білмейді. Айғаным процедураға дайындала бастады. Сапар ағасымен жұмыс істеу оған ұнайтын. Ол өте алғышыл. Айтылған кеңестерді бұлжытпай орындайтын, мұңаймайтын науқас еді. Ол қыз істейтін массаж салонындағы келушілерге мүлдем ұқсамайтын. Етіңізбен жатыңыз, жаттығудан бастайық, деді Айғаным. Бірақ сол сәтте көз алды қарауытып кетті. Қыз тепе-теңдігін сақтау үшін диванның шетінен ұстай алды. Бас айналып, кенеттен әлсірей бастады. Айғаным. Сапар ақсақал тез арада оның қолынан демеп алды. Саған не болды, қарағым? Отыр, тез отыр. Бәтима апай орындыға келді. Сапар, су әкелейін бе, әлде жедел жәрдем шақырайын ба? Жоқ, деп Айғаным басын шайқап баяу отырды. Жедел жәрдемнің қажеті жоқ, қауіпті емес. Қалайша қауіпті емес, деп Бәтима апай ашуланды. Бетін қабаппақ болып кетті ғой. Қыз терең тыныс алды. Кеше гинекологқа барған. Анализ нәтижелері соңғы 2 аптадан бері сезіп жүрген күдігін растады. Мен кеше дәрігерге барып анализ тапсырдым. Сөйтсем, ол көзін Сапар аға мен Бәтима апайға тікті. Мен жүкті екенмін. Біздің Антон екеумізден сәби болады. Үнсіздік орнады. Сапар ақсақал қолындағы суы бар стақанмен қатып қалды. Ал Бәтима апай қарсы алдындағы креслоға баяу құлады. Немере, деді Сапар ақсақал демін ішіне тартып. Немере немесе жиен, әзірге білмеймін. Мерзімі өте аз, деп Айғаным жымиып қоюға тырысты. 5-6 аптадай. Тәуба, деп сыбырлады Бәтима апай. Антон біле ме? Жоқ, әлі жоқ. Ол жұмыстан келгенде бүгін айтқым келген. Антон 2 сағаттан кейін келді. Айғаным ас үйде оның ата-анасымен бірге жалбыз қосылған шай ішіп, май жағылған нан жеп отырды. Бәтима апай жүкті әйел жақсы тамақтану керек деп қасарысып отырып алды. Массаж процедурасын ертеңге ауыстырды. Себебі бүгін бәрінің де эмоциясы шамадан тыс көп болды. Мама, мен келдім, деп айқайлады Антон кіреберістен.
Біз ас үйдеміз, деп жауап берді Бәтима апай. Айғанымға мағыналы түрде қарап қойып. Жас жігіт жұмыс формасында есіктен көрінді. Айғанымды көре сала жымиды. Сәлем сұлуым, әкемнің жағдайы қалай? Әлде қайда жақсы ұлым, деді Сапар ақсақал орнынан тұрып. Сенің қалыңдығын нағыз кереметтер жасап жатыр, бірақ қазір әңгіме ол туралы емес. Оның саған айтар жаңалығы бар. Антон бос орындыққа отырып, Айғанымның қолын ұстады. Қандай жаңалық? Маңызды нәрсе ме? Жүздеріне қарап маңызды екенін сезіп тұрмын. Тош, деп қыз оның саусақтарын қысты. Мен жүктімін. Біз атанамыз. Жас жігіт орнында қатып қалды. Бірнеше секунд ол Айғанымға көзін алмай қарап тұрды да, кейін баяу басын көтеріп ата-анасына қарады. Шын ба? Деп әрең сөйледі ол. Иә, шын. Анализ нәтижесі растады. Антон орнынан секіріп тұрды. Тіпті орындығын құлатып кете жаздады. Айғанымды құшақтап, ас үйдің ортасында айналдыра бастады. Алақай Айғаным, бұл деген керемет қой. Біз ата-ана атанамыз. Абайлашы, деп Бәтима апай мазасызданды. Оның токсикозы енді ғана басталды ғой. Бас айналып жүр. Бірақ әйелдің көзінен Айғаным бір күдікті нәрсені байқады. Қуаныш бар, бірақ ол жасанды, шынайы емес сияқты. Мама, папа, елестете аласыздар ма? Антон бақыттан балбұл жайнады. Сіздерде немере болады. Қалай болғанда да, үйлену тойы туралы ойланатын уақыт жетті. Баламның некесіз туғанын қаламаймын. Сол сәтте Сапар ақсақал мен Бәтима апай өзара көзқарас алмасты. Олардың арасында Айғаным түсінбейтін, бірақ жамандық сезілетін бірдеңе өтті. Әрине ұлым, деді әйел кідірістен кейін. Бәрі өз ретімен болу керек. Тек бұл тым кенеттен болған жаңалық қой. Бәрін ойластырып, дайындалу керек. Ойланатын не бар? Неке сарайына барып өтініш береміз. Бір айдан соң неке қиямыз. Қарапайым, бірақ әдемі болады. Солай емес пе, Айғаным жан? Айғаным басын изеді. Дегенмен ата-анасының мінез құлқы оны ойландырып қойды. Олар мұндай қуанышты хабарға тым салқын қарады. Тоша, деп Сапар ақсақал сөзге араласты. Бәлкім киім ауыстырып келерсің. Ал біз Айғаныммен әйелдер мәселесі, денсаулығына не қажет екен туралы сөйлесіп алайық. Әрине, папа. Антон орнынан тұрып, Айғанымның маңдайынан сүйді. Мен тез қайтамын. Ол кеткенде ыңғайсыз үнсіздік орнады. Бәтима апай бәріне шай құйды, бірақ қолы қатты дірілдеген сонша шай кеседен асып төгілді. Айғаным жан, деп ол абайлап бастады сөзін. Бұл қандай үлкен жауапкершілік екенін түсінесің бе? Бала деген өте маңызды мәселе. Үлкен рет пәтер, арба, бесік, киім-кешек, одан кейін балабақша, мектеп, үйірмелер керек болады. Түсінемін, деп жауап берді қыз. Біз бәріне төтеп береміз. Мен жұмыс істеймін, Антон да еңбекқор, ақша жинаймыз. Жұмыс істейсің дейсің бе? Сапар ақсақал басын шайқады. Айғаным жан, ренжіме. Бірақ массаж салонындағы табыс тұрақты емес. Ал декреттік жәрдемақы тиын-тебен ғана. Менде жеке клиенттерім бар. Әрі остеопатияны оқып жатырмын. Одан жақсы табыс түседі. Әрине, деп Бәтима апай асығыс келісті. Біз күмәнданбаймыз. Тек біздің өзімізде де қазір қиындықтар бар. Сапар жұмыстан шығып қалу мүмкін. Менің жалақым аз. Көмектесуге шамамыз жетпейді. Мен көмек сұрап жатқан жоқпын, деп Айғаным кесіп айтты. Біз өз баламызды өзіміз өсіреміз. Антон екеуміз бірге. Ашуланба, деп Сапар ақсақал қолын көтерді. Біз жай ғана өмірдің түбегейлі өзгеретінін, Антонға да мұны сезінуге уақыт керек екенін айтқымыз келеді. Оның даусындағы бірдеңе Айғанымды ширықтырып жіберді. Әңгіменің басқа арнаға бұрылып бара жатқанын сезді. Бірақ олардың не меңзеп тұрғанын түсінбеді. Неге уақыт? Деп сұрады ол. Антонның ата-анасы тағы да өзара қарасты. Келесі бірнеше күн қыз бақыттан бас айналып жүрді. Токсикоз әзірге мазалаған жоқ. Массаж салонындағы жұмысы ойдағыдай. Әкімші үнемі мақтап жүр. Айғаным жүктілігі туралы басшылыққа қалай айтатынын, декретті жеке тәжірибемен қалай ұштастыратынын іштей жоспарлап қойды.
Антонмен сирек кездесетін болды. Ол жеткізу қызметінде қосымша ауысымдарда істеп жүрді. Телефонмен сөйлескенде сәбидің дүниеге келуіне ақша жинағысы келетінін айтты. Бұл Айғанымның жүрегін елжіретті. Ақыры сүйіктісі есейіп, жауапкершілікті сезіне бастады. Тек бір нәрсе қызды мазалады. Антонның ата-анасы процедураларын кенеттен кейінге қалдыра бастады. Сапар ақсақал жұмыстан кешігіп жатыр дейді. Бәтима апайдың шұғыл шаруалары шығып қалады. Айғаным әр жолы ыңғайлы уақыт ұсынады. Бірақ олар үнемі бос емеспіз, өзіміз хабарласамыз деп ұлтарып бағады. Бір таңқаларлығы, 2 күн бұрын ғана Сапар ақсақал жарты жылдан бері алғаш рет ауырмай ұйықтағанына қуанып жүрген. Енді емделу олар үшін маңызды болмай қалды. Мүмкін олар сенің жүкті екеніңді ыңғайсыз көретін шығар, деп жолдасы Ләйла ойын айтты. Массажшы мен жүкті келін 2 бөлек дүние ғой. Бірақ мен көмектесіп жатырмын ғой, деді қыз кезекті клиенттің мойнын уқалап. Менің жағдайым еннің сапасына әсер еткен жоқ қой. Білесің бе, қайын атамның белін емдегенде ол да басында қарсыласқан еді. Келінінің алдында жартылай жалаңаш жүруге ыңғайсызданамын дейтін, деді Айғаным. Ол Сапар ақсақалдың ауруы қайта оралғанда емді жалғастыруды өзі сұрайтынын біліп, бұл мәселеге онша мән бермеуді жөн көрді. 3 күндік процедура теңізге тамызған тамшыда екенін, қолдаушы терапиясыз аурудың қайта қозатынын ол жақсы түсінетін. Сенбі күні олар Антон мен Айғанымның үйіне жақын маңдағы шағын дәмханада кездесті. Ағаш үстелдер мен орындықтарына жабылған жамылғылары бар жайлы орын еді. Айғаным шөптен жасалған шай мен тоқаш, ал Антон кофе мен сэндвичке тапсырыс берді. Тоша, мен сәбиге қажетті заттардың тізімі жасай бастадым, деді Айғаным сөмкесінен блокнотын шығарып. Қарашы, арба әмбебап болу керек. Бесікте серуендеуге де жарайтындай. Ортопедиялық төсеніші бар бесік алу міндетті. Әрі автокреслода керек. Тіпті әзірге көлігіміз болмаса да. Ол асыға бақыттан бал-бұл шайнап сөйлеп жатты. Жоспарлар, армандар, есептеулер. Бәрі де қуанышты ағынға айналды. Балалар бөлмесінде жабдықтау керек. Менің бір бөлмелі пәтерінде кеңістікті бөліп арасына перде немесе ширма қоюға болады деп ойлаймын. Ал бала өскен соң 2 бөлмеліге көшерміз. Антон үнсіз қалды. Сэндвичін уатып басын көтермеді. Сен мені тыңдап отырсың ба? Деп Айғаным жігітінің өзгергенін сезді. Тыңдап отырмын, деді ол бәсең дауыспен. Бірдеңе болды ма? Көңілсіз көрінесің. Антон шала жеген сэндвичін ысырып тастап қызға қарады. Айғаным, біз сөйлесуіміз керек. Қыздың жүрегі су етті. Ол шайын шепке сырып, қолын ішіндегі нәрестесіне қарай инстинктивті түрде басты. Не жайында? Үйлену той туралы ма? Жоспарым жайлы ма? Я, сөйлесейікші? Айғаным жымиып қоюға тырысты. Мен де дәл осы күні тойдың уақытын талқылағым келіп тұрған. Тойды барынша ертерек белгілеген дұрыс. Ішім әлі онша білінбей тұрғанда. Айғанымжан, кешір, бірақ мен саған үйлене алмаймын. Айғаным қатып қалды. Айналада әуен ойнап жатты. Көрші үстелдегілер күліп жатыр. Кофе иісі мұрынды жарады. Өмір өз арнасымен ағып жатқандай, ал Айғанымның әлемі күл талқан болды. Не дедің? Деп сыбырлады ол. Ата-анам осындай кедей келінді мүлдем қаламайды, деді Антон басын көтермей. Олар біздің тең емес екенімізді айтады. Мен бай емеспін, сенің де жыған тергенің шамалы. Біз өмірге бейімделген ауқаттырақ жандарды іздеуіміз керек. Айғаным оған сенерін білмей қарап қалды. 3 жыл бойы кездесіп, барын берген, қамқор болған адам қазір ата-анасының сөзін жаттаған сабақтай қайталап тұр. Сонымен олардың айтқанына келісесің бе? Мен... Ол ақыры көзін көтерді. Түсінші, бұл қиын жағдай. Баланың алиментін төлеймін, бірақ үйлену... Түсінікті, деді Айғаным баяу ғана орнынан тұрып. Сол күннен бастап телефон үздіксіз шырылдады. Бірақ Айғаным жауап беруді жөн көрмеді. Жүктілік туралы кітап оқыды. Апталық жоспар құрды. Кешкі ас дайындады. Бәрі де әдеттегі тірлік. Оған болған жайтты ұмытуға көмектесті. Іштей бір бостық орнады. Ашу да реніш те емес.
Жай ғана немқұрайлылық. Бәріне сырттай қарап тұрғандай сезінді. Қоңыраулар түн ортасына қарай тоқтады, бірақ ертесіне қайта басталды. Басында Сапар ақсақал хабарласты. Айғаным жан, қарағым, неде бұлай істейсің? Жеке мәселені іскерлікпен араластырмау керек қой. Оның үстіне бұл денсаулыққа қатысты. Аяғым тағысы қырай бастады. Дұрыс жүре алмай қалдым. Уәделескенімізде емді жалғастырайықшы. Жоқ, деп Айғаным сабырлы жауап берді. Кешіріңіз Сапар аға. Бірақ мен сіздермен енді жұмыс істемеймін. Неде? Нәтижесін көрдің ғой. Жарты жылдан бері алғаш рет жеңілдеп едім. Нәтиже болғаны рас, бірақ қазір оның маңызы жоқ. Біздің қарым-қатынасымыз аяқталды. Тыңдашы, мәселе ақшада болса. Ақшада емес, деп Айғаным сөзін бөліп тастады. Мәселе принципте. Емханадағы мамандарға қаралыңыз, сау болыңыз. Жарты сағаттан кейін тағы да телефон шырылдады. Бұл жолы Бәтима апай еді. Даусынан оның ашулы екені байқалады. Айғаным, еркелегеніңді қой. Балаша қылық шығармашы. Егер бала үшін осындай көрініс ұйымдастырып жатсан айтайын, біз одан бас тартқан жоқпыз. Антон алимент төлейді дедік қой. Сапардың қиналып жатқанын қалай түсінбейсің? Оған білікті көмек керек. Ол жұмысынан айырылып қалуы мүмкін. Осыны күтіп жүрсің бе? Мен ешқандай қылық шығарып жатқан жоқпын. Және ештеңеде талап етіп тұрған жоқпын. Мен жай ғана сіздермен жұмыс істегім келмейді. Өзіңді кім деп жүрсің? Деп Бәтима апай айқай салды. Сенің процедураларынсыз ақ күн көре аламыз деп ойлайсың ба? Әрине жоқ. Басқа маман табыңыздар. Ал егер ақша төлесек ше, қанша қалайсың? Маған ешқандай ақша керек емес. Сіздермен ісім болмасын, нүкте. Солай ма? Бәтима апай енді телефонға айқайлап тұр. Демек, кішкентай алаяқ біздің денсаулығымызбен ойнап, ауру адамды боп салақсы келеді екенсің ғой. Сенсіз ақ күнімізді көреміз. Айғаным балағат сөздер ағынын үнсіз тыңдады. Нағыз дәрігерлерді тауып, емді одан да жақсы нәтижемен аламыз. Ал сенің өз бетіңше істеген дүнием бір тиынға да тұрмайды. Онда мәселе неде? Деп сұрады қыз сабырмен. Клиникаға барымыздар да жазылымыздар. Мәселе сенің сұрқиялығында, деп айғайлады Бәтима апай. Адамның ауруымен ойнап, шантаж жасайсың. Көмектесе алатыныңды біле тұра, өшігіп жатырсың. Мұндай істер үшін Алланың жазасы болады. Жүктілігіңнің қалай өтетінін әлі көре жатармыз. Айғанымның жүрегі су етті, бірақ даусы сабырлы қалпында қалды. Сау болыңыз Бәтима апай. Телефонды қоя сала, қыз жағымсыз туысын блокқа тықты. Содан соң Сапар аға мен Антонның нөмірлерінде қара тізімге енгізді. Тынышталу үшін әжесі Күнімжанға қоңырау шалып, болған жайтты айтып берді. Ей, паразиттер-ай, деп қария ашуланды. Басында кедей деп менсінбеді. Енді алаяқ деп айыптап жатыр ма? Немерем-ау, олармен байланысты үзгенің дұрыс болды. Мұндай адамдарды маңайыңа жолатпа. Әже, мүмкін ол хақ шығар. Мен дұрыс істемедім бе? Адам ауырып жатыр ғой. Ешқандай да емес. Сен оларға өз еркіңмен, ізгі ниетіңмен тегін көмектестің. Олар болса, сол жақсылығыңды бетіне басып, тең емессіңдер деп айтты. Енді неге көмек сұрайды? Ауру шынайы болса, басқа адамдар сияқты ақша төлеп емделсін. Дәрігерге баруға аяғы, емделуге ақшасы бар емес пе? Сосын мәселе неде? Айғаным күрсінді. Антон да кеше хабарласып, мені қатыгездеді. Ал сен не дедің? Ештеңе демедім, өшіріп тастадым. Дұрыс. Оларды ұмыт. Балаңа көңіл бөл. 7 айдан соң босанасың, дайындалу керек. Маған көшіп кел. Мұнда ауа да таза, орын да көп. Рахмет әже. Әзірге жұмыс істейін. Босануға және баланың затына ақша керек. Әрине, істей бер. Декрет аяғында маған келесің. Аудандық ауруханада босанасың. Дәрігерлері жақсы, сенімді. Әжесімен сөйлескен соң жан дүниесі тыныштала түсті. 7 айдан кейін Айғаным қолына қызын алды. Кішкентай, әдемі, қою қара шашты.
дәл өзінен аумай қалған сәби. Босану жеңіл өтті. Сұлуымызды кім деп атаймыз? Деп сұрады әжесі шөбересінің бетінен сипап. Ясмина, деді Айғаным көзін алмай. Ясмин гүлінің құрметіне, сенің бағында өсетін шыдамды әрі әдемі гүл емес пе? Біздің Ясминочкамыз, деп әжесі көзіне жас алды. Айғаным жүктіліктің 6 айынан бері әжесінікінде тұрды. Қашықтан жұмыс істеп, массаж бен емдік дене шынықтыру бойынша кеңес беріп, жақсы табыс тапты. Балалар массажын оқып, декреттен кейін жеке тәжірибе ашуды жоспарлады. Антон ай сайын картасына 6 еселенген мөлшерде алимент аударып тұрды. Ясмина 1,5 айлық болғанда Айғаным верандада қызын емізіп отырып, қақпаның сықырлағанын естіді. Көп ұзамай алдынан Антон көрінді. Ол осы айларда қатты өзгеріп, жүдеп, көз асты көгеріп кетіпті. Қолында гүл шоғымен балаларға арналған сыйлық қорабы бар. Сәлем Айғаным, деді ол сенімсіз дауыспен. Кіруге бола ма? Айғаным қызын жауып, әже, деп дауыстады. Күнімжан әже қолындағы шүберегін сүртіп, арлы-берлі жүріп шықты. Антонды көре сала жүзі қапық қалды. Неменеге келдім? Күнімжан Рафиқ қызы, сәлеметсіз бе? Қызыммен танысып, Айғаныммен сөйлескім келеді. Алиментті төлеп жүрсің бе? Әрине, ай сайын. Онда жақсы. Сенің мұнда істе шаруың жоқ. Бірақ мен баланың әкесімін, құқығым бар. Сен құқығымды осыдан 1 жыл бұрын жоғалтқансың. Отау құрып, адал жар атанып, шаңырағыңды шайқалтпай ұстайтын уақытында олай істемедім, деп Күнімжан әже сөзін кесіп бастады. Ал қазіргі құқығым 18 жасқа толғанға дейін алимент төлеу. Болды, басқа ештеңе емес. Айғаным бәрін үнсіз бақылап тұрды. Ясмина анасының құшағында, қонақтың келгенімен шаруасы болмай, тәтті ұйқыда жатты. Айғанымжан, деп Антон әжесін айналып өтпек болды. Сөйлесейікші, қателессем кешір, бәрін түзеткім келеді. Кеш, деді Айғаным сабырмен, тым кеш. Екеміз бәрін басынан бастасақ қайтеді? Мен үйленуге дайынмын, қызыма қамқор әке боламын. Ал атанаң кедей екеніңді қабылдауға дайын ба? Деп Айғаным мысқылмен жымиды. Антон іркіліп қалды. Атанам, ола қателескендерін түсінді. Әкем әлі күнге дейін аяғының ауруынан жапа шегуде. Сенде көмектесе алатын ешкімді таба алмады. Ах, солай ма? Деп қария сөзге араласты. Демек әлгі ақсағын қайтадан сырқырап, менің немерем естеріне түсті ме? Тек одан емес, деп Антон асыл сақталды. Мен сағындым, Айғанымды жақсы көремін. Сенің махаббатың бір түрлі екен. 1 жыл бұрын да жақсы көретінсің, бірақ үйленуге болмады дедің. Тастап кеттің. Енді қайтадан жақсы көрем дейсің. Ал ертең не болады? Айғанымжан, мен өзгердім. Мүмкін өзгерген шығарсың, деп Айғаным басын изеді. Бірақ маған бәрібір. Мен де өзгердім. Ақылдырақ, бақыттырақ болдым. Ол қызына, сосын әжесіне, айналасындағы баққа қарады. Мұнда оның тыныш, жоспарлы, келешегі айқын өмірі бар еді. Антон, алимент үшін рахмет. Оны төлей бер. Бірақ одан басқа бізге сенен ештеңе керек емес. Бірақ қызым махаббат пен қамқорлықта өсу керек қой. Уайымдама. Оның анасы мен әжесі бар. Бұл жеткілікті. Жас жігіт бұйшоғын ұстаған күйі не айтарын білмей тұрып қалды. Енді жоғау, деді Күнімжан әже қабағын түйіп. Басқа мұнда келуші болма. Сенімен сөйлесуден шаршадым. Қария күзетші иттей Антон мен Айғанымның ортасына тұра қалды. Жақсылықпен сұрағанда кет. Антон біраз тұрып, кейін гүл шоғымен сыйлықты баспалдаққа қойып, қақпаға қарай беттеді. Айғаным, егер райыңнан қайтсаң? Райымнан қайтпаймын, деп жауап берді ол қызының маңдайынан нәзік сүйіп. Көлік орнынан қозғалды. Күнімжан әже гүл мен сыйлықты көтеріп үйге кірді. Гүлді вазаға салам, ал қорапты тексеремін. Ойыншығы дұрыс болса қалдырамыз. Егер түкке тұрғысыз болса, көршінің қызына береміз. Айғаным күліп жіберді. Оның күлкісінде жеңілдік, қуаныш және ертеңгі күнге деген нық сенім бар еді.
Әже, Ясминаның мінезі дәл өзіне тартқан. Құдайға шүкір деп Тария ризашылықпен жауап берді. Бойында қайраты болсын. Онсыз да омыртқасыз еркектер көбейіп кетті ғой. Кешке Айғаным верандада отырып, балалар массажы бойынша жаңа онлайн курстың үстінде жұмыс істеді. Ясмина арбада тыныш ұйықтап жатты. Әжесі кітап оқып отырды. Тыныштық, тыныштық. Бәрі де өз орнымен келе жатқандай сезім. Өмір енді ғана басталғандай, әрі Айғаным оны өзі қалағандай етіп жасайды. Өзгелердің пікіріне қарамастан, ар ұжданымен ымыраға келмей, адал, әділ және бақытты жолмен.